Саламатсыздар ма оқушылар? Енді қазір біздер географиядан бүгін жаңа сабақты бастамастан бұрын өткен тақырыпқа шолу жасап алайық. Біздер үйге өткен тақырып қандай тақырып беріп едік? Дүниежүзінің саяси картасы 49 параграф. Енді тақырыпты біздер бүгін өткен тақырыпты мен саған сен маған әдісі арқылы талдаймыз. Яғни қазір класста біз барлығымыз осы жұптаса отырып бір-бірімізге өткен тақырып бойынша сұрақтар қою арқылы талдау өтеміз. Бірінші жұпта талдаймыз сұрақты. Тақырыпты. Әркім көршілеріне сұрақтар қоямыз. Жақсы, енді біздер жұппен талдап өттік. Енді осы өткен тақырыпты класс ішінде тағы бір талдап жіберейік. Осы тақырып бойынша сұрақтарыңыз бір-біріңізге. Бекзат? Осы тақырып бойынша тәуелсіз мемлекеттер мен тәуелді аймақтардың айырмашылығы неде? Тәуелсіз және тәуелді аймақтар. Жақсы, Әлішер? Тәуелсіз аймақтарда біздегі мысалы өздерінің конституциясы бар және де сол елдің ішіндегі халық өздерінің конституциясына бағынады. Ал тәуелді елдер өзінің қарама-қарсы немесе басқа елдерге тәуелді болып, солардан құқығын алып, солардың заңдарына бағынады. Тәуелсіз мемлекеттерге қандай елдер мысал бола аламыз? Қазақстан, басқа. Тағы да осы тақырып бойынша бір сұрақ қойып өтейік, Ринат. Танылмаған мемлекеттер дегеніміз не? Танылмаған мемлекеттер дегеніміз де бар, иә? Жақсы, Рада. Танылмаған мемлекеттер дегеніміз олардың тәуелсіздігі дүниежүзінің көптеген мемлекеттері. Толықтырып өтетініміз бар ма? Осы танылмаған мемлекеттер бойынша. Әлішер? Танылмаған мемлекеттердің көбісі және басқа дүниежүзінде оларды тәуелсіздігін мойындамайды. Тәуелсіздігін мойындамай отыр, ол елдерге қандай елдер мысал боламыз? Азамат? Ол елдерге 8 мемлекет жатады: Абхазия, Оңтүстік Осетия, Косово, Бенди, басқалары. Бұл енді оқулық бойынша 8 қазіргі бізде мына дүниежүзінде болып жатқан саяси жағдайға байланысты Украина мен Россияның арасында да, Украинаның егеменшігін Ресей тәуелсіз мемлекет жариялағанмен оны әлем елдері мойындап отыр. Басқа атаулар деп жалғастырамыз. Мен сіздерге телефон әкелдім, телефонға сілтемені жіберген болатынмын. Қазір барлығымыз жылдам телефонды ашамыз, телефонмен сілтемеге өтеміз. Қалғандарымыз орнымызда орындаймыз, тек болған уақытта белгі береміз, айтпаймыз әзірге жауабын. Жақсы, болған оқушылар белгі беріп отыра тұрамыз, әзірге жауабын айтпаймыз. Өте жақсы, Нұрдәулет. Бізде болған 2 оқушы бар ма? Тағы Нұрай, жақсы, Азамат. Әлішер. Әзірге тек ойлап отырамыз, Нұрдәулетте болып қалды бізде. Өте жақсы, енді көпшілігіміз аяқтаған сияқтымыз. Бізде қандай сөйлеп шықты, Нұрдәулет? Елдердің саяси типологиясы. Елдердің саяси типологиясы, өте жақсы. Ендеше бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы елдердің саяси типологиясы. Елдердің саяси типологиясы. Енді бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты көріп отырғандарыңыздай, біздер бүгінгі сабақ барысында елдерді басқару формасы мемлекеттік құрылымы бойынша топтастырамыз. Және осы кіріктіріп отырған оқу мақсатымыз географиялық номенклатура нысандарын кескін картада көрсетеміз. Енді тақырыпты көріп отырсыздар. Бүгінгі сабақ барысында біз не оқып үйренеміз деп ойлайсыздар? Соған талдау жасап өтейікші. Бүгінгі сабақ барысында қалай ойлайсыздар? Не үйренеміз? Тағы да? Әлішер? Елдердің басқару формулаларын Жақсы, басқару формасы бойынша тақырып қалай толықтырады? Рада? Картамен жұмыс жасаймыз, өте жақсы. Тағы да қандай алып-қосуларыңыз бар? Бекзат? Менің ойымша біз мемлекеттердің қалай таралғанын және олардың ішкі саясатын өтеміз. Дүниежүзілік басқару формасы бойынша анықтаймыз, кескін картаға түсіреміз, жаңа атап өттіңіздер, өте жақсы. Дүниежүзілік басқару формасы бойынша мемлекеттік құрылымы бойынша топтастырамыз. Мемлекеттік басқару формасына қарай мемлекеттер неше топқа бөлінеді? Көріп отырғандарыңыздай, монархия және республика. Басқару формасына қарай 2 үлкен топқа бөлінеді екен. Енді осы республика дегенімізде, монархия дегенімізде қарап көрейікші оқулықтан. Анықтамасын тауып қарап көрейік. Әлішер,
Tattım diye otur tağda baskabız. Alişer, oyunu bildirebilir. Monarxiya deganimiz var mемлекеттік билікте ұрпақтан ұрпаққа таралатын билік формасы, басқару формасы. Мысалы айтатын болсақ, Ұлыбританияның өзі монархиялық билік жүргізеді. Өте жақсы тамаша. Республика әңгіме айтып өтеді, Тархан. Республика деген болса, әлемде тәуелсіз елдердің көбісі осы республика жатады. Осы республика деген осы халықтың дауыс беру арқылы осы президентті таңдайтын. Өте жақсы тамаша жарайсың. Негізі тоқтырасың. Және республикада олардың өздерінің азаматтығы және өздерінің заңдары болады. Жақсы. Бұл жерден заң жүзінде қазір тағы да толықтырып айтып өтеміз. Енді жаңа осының ішінде монархиялық елдерге тағы бір назар аударатын болсақ, монархиялық елдер өз ішінде нешеге бөлінеді екен? Үшке. Конституциялық монархия, абсолюттік монархия және теократтық монархия. Енді осыны қарап өтейікші, оқты пайдаланып отырып. Конституциялық монархиялық елдер дегеніміз қандай? Абсолюттік және теократтық елдерді анықтап көрейікші. Толық арасып отырсамыз, барлығымыз қараймыз. Басқа да оқушылар. Ренат. Конституциялық монархияға келетін болсақ, монарх билігі мемлекеттік шектеулерден аса алмайды. Бұл жерде билік басында монарх, бірақ тек заң шеңберінде, оның билігі шектеулі. Жангөрхан өте жақсы. Теократтық монархия елді басқаратын адам оның басы болады. Өте жақсы тамаша. Жарайсың. Теократқа қандай елдер мысал боламыз? Ал енді бізде абсолюттік монархияға алып қойды. Абсолюттік монархияны айтып кетейік. Азамат. Абсолюттік монархия дегеніміз бұл мемлекетте конституция болмайды, парламент болмайды, және де бұл биліктің толық басқаруында болады. Жақсы, енді бірақ кішкене конституция болмайды деген жерді қарап өтпейміз бе? Олардың әрқайсысының заңы болады, бірақ монархтың билігі шешеді. Мемлекетті басқару формасы бойынша талдап өттік, енді мемлекеттік құрылымы бойынша біздердің мемлекеттер нешеге бөледі екенбіз? Үлкен екі топқа, унитарлы және федерациялы. Енді осыларды қарап көрейікші, унитарлы елдер дегеніміз қандай елдер, оған мысал келтірейік, федерациялы елдер дегеніміз. Унитарлы мемлекеттерде Қазақстан, Италия, Франция, Жапония және де Ұлыбритания. Өте жақсы, ол қандай? Унитарлы кішке толықтырып өтейікші. Кім толықтырады? Унитарлы елдер дегеніміз. Камила? Унитарлы елдер деген ол конституциялық монархиялары бар елдер. Конституциялық. Ал федерациялық елдер? Балгүл? Федерациялық елдер дегеніміз олар белгілі бір саяси экономикалық дербеске ие, бірақ та мемлекеттік Көмектесіп жіберейік. мемлекеттік мемлекеттері жоқ аумақтар. Жақсы. Қандай елдер мысал боламыз? Ресей Федерациялы штаттары да. Назарыңызға мен бағалау парағын таратып қойып қойдым, барлығымыздың алдымызда тұр, бағалау парағы. Енді осы бағалау парағын жүргізу арқылы біз сабақ барысында өзіміз бағалап отырамыз. Яғни алдарыңызда қарап отырса, қазір әрбір тапсырмаға байланысты бал қоямыз. Мысалға қазіргі орындайтын сәйкестендіру барысында егер сіз еш қатесіз толық орындап шықсаңыз, онда өзіңе 2 бал қоя аласың. Егер ол сәйкестендіру барысында 1 немесе 2 қате жіберіп алсаңыз, тексергенде, ол кезде 1 балмен бағалайсың өзіңді. Ал енді 2-ден көп қате кетіп қалса, 3-4 қате кетіп қалса, ол кезде 0 баға түседі. Әрбір тапсырмада осылай өзімізді бағалап отырамыз, түсінікті ме? Енді қазір біздер бірінші тапсырмамыз сәйкестендіру тапсырмасына көшейік. Мына жерде жаңа біз терминдердің барлығын талдап атап өттік бар. Енді осыларды өзінің анықтамасымен сәйкестендіріп өтейік. Дәптерімізге орындаймыз. Бірге А, екіге Б деген сияқты сәйкестендіру жұмысымызды тексеріп көрейік. Мен енді арматтамастарын көріп отырмын. Бірінші президенттік деген ол басқару түрінің өкілеттігі кең болады және ол мемлекеттік басшысы ғана емес, атқарушы. Яғни дан алып отырсың, иә? Басқамызда қалай осыған бәріміз келсеңіз бе? Яғни бірге Д дегендеріңіз дұрыс. Келесі жалғастырайық. Амангүл. Жақсы, басқамызда қалай?
Boyunca оқшылай бойынша сәйкестендіру жүргізіп өттік. Енді осы тексердік, осы бойынша әркім өзімізді бағалайық. Азамат, сен де қалай болып нешемен бағалап жатсың өзіңді? Қате болған жоқ, иә? Өте жақсы. Қате кеткен бар ма бізде? Альбина, бір қате кетіп қалды ма сенде? Жақсы, ештеңе етпей түзеттің ғой қатеңді. Өте жақсы. Енді келесі тапсырмаға ауысайық. Бізде елестету көрінісі әдісін мен тапсырманы орындаймыз. Яғни бізде қолдарымызда телефон бар, атлас бар, және мұнымен экранға шығарып тұрып, және ол аздық етіп жатса, тағы да бізде қосымша саяси карты бар. Осы ресурстарды пайдалана отырып, біздер ең бірінші мемлекеттерді басқару формасы бойынша анықтаймыз. Басқару формасына қарай бөлімін айттық қой. Оны анықтап болғаннан кейін осылардың ішінде 5 президенттік елді мемлекетті көк түспен бояймыз. Кескін картаға. 3 конституциялық монархиялы елді қызыл түспен бояймыз. Және 3 абсолюттік монархиялы елді сары түспен бояймыз. Анықтап болсақ, осы елдерді Google Earth'те пайдалана отырып, географиялық орнын анықтаймыз. Енді біздер көпшілігіміз телефонда жұмыс жасап жатқан кезде бір қатар оқушымен жақсы қалғанымыз телефонда орындай береміз. Ғибрат бізде картадан Қазақстан, президенттік басқаруға, Қазақстан жатқызуға болады, тағы да Ресей президент басқаруға, мемлекеттік құрылымы федерация, бірақ басқару президенті. Тағы да қайда айта аламыз? Қытайды айтуға болады. Жақсы. Жалпы бұл салада біз көптеп айтып жүрміз. Монархиялы елдер, конституциялы монархиялы. Ұлыбритания, Норвегия, Жапония. Тағы да қандай елдер толықтыра аламыз? Ауызша айтып кетейік. Швеция, Дания. Жалпы монархиялы мемлекеттердің ішінде конституциялы монархиялы елдер өте көп болып көреді. Бағалау парағына жүргіземіз. Мұнда көріп отырсыздар ғой, жанса Google Earth'пен жасап жатырмыз. Егер ешкімнің көмегінсіз өзің емін-еркін жұмыс жасап отырсаң, ол жерде 2 балл. Егер түсінбей басқа адамның көмегіне сүйеніп жатсаң, 1 балл. Мемлекеттерді табу бойынша қалай бағаланатыны барлығы көрсетілген. Қалай жасап жатырмыз? ең төбесіне президент алып, және президенттіктерді жанына шақырып. Себебі бұларда мемлекет көбінесе басқару формасы президент. Жақсы. Сіздерде қандай басқару формасы? Монархия, басты сұлтан, корольдер болады. Мысалы, Ұлыбританияда король. Біздер тапсырмаларды орындап болдық, бағалау парағын жүргіздік, енді сабағымызды аяғына жақындап келе жатыр. Бүгінгі сабақта кері байланыс менің оқуымның 3 бұрышы әдісімен жүргізгім келіп отыр. Яғни кері байланыс барысында сіздер мен бір нәрсені білетін едім, сабаққа дейін білетін нәрсе тапсырманы ақпаратты еске түсіресіздер. Мен тек 2 фактіні басқаларға түсіндіре аламын. Осы сабақ барысында қандай жағдайларды сен жүрген жеріңде түсіндіре аласың. Және осы сабақта 3 нәрсені білдім. Сабақ барысындағы өткен ақпараттарды шолу жасаймын. Пікір білгім келіп отыр. Кім өзінің ойымен бөлісіп өтеді? Бекзат? Мен бір нәрсені білетін едім. Ол мемлекеттердің құрылымы бойынша, оларды қалай басқарылатыны бойынша 2-ге бөлінетіні туралы білдім. Олар республика және монархия. Мен 2 фактіні басқаларға түсіндіре аламын. Мен монархия өзім ішінде нешеге бөлінеді, және де олардың қандай екенін сипаттап айтып бере аламын. Және мен осы сабақта 3 нәрсені білдім. Мен осы сабақта білген нәрсем ол елдерді, мемлекеттерді өздерінің ішінде құрылымы бойынша топтастыру. Яғни ол федерация және де унитарлық. Өте жақсы, тамаша. Тағы бір оқушының ойын біліп кетсем, Әлішер? Мен бұл сабаққа дейін басқа формасын ескермейтін білдім. Ол республикалық және де монархиялық. Мен басқаларға федерациялық және унитарлық мемлекеттер не екенін түсіндіре аламын. Және мен осы сабақта басқару құрылымы бойынша унитарлық және федерациялық болып бөлінетінін білдім. Бағалау парағы бойынша мен нәтижені біліп жібергім келіп тұр. Барлығын жүргіздік. Кімде қандай нәтиже шықты? Әлішер? 9 балл. 9 балл. Қай тапсырмадан қате кетті? Соңғы тапсырма. Соңғы тапсырмада бір жерден қате кетті. Жақсы, Азамат? Менде де 9 балл. Google Earth платформасында мұғалім көмегімен жүрмін. Жақсы, өте жақсы. Тағы да айтып өтетін Әлішер? Менде 10 балл. Өте жақсы, тамаша. Әлішер сабаққа жақсы қатысып отқандай көрдік. Ендеше оқушылар, біздің бүгінгі жоспарлаған сабағымыз аяқталды. Үйге берілетін тапсырма осы 20-ші параграфты жақсылап оқып келеміз, түсініп айтып және
Осының соңғы ретінде бізде кесте бар. Унитарлық және федерациялы елдерді толықтырамыз. Енді бүгінгі сабаққа барлығыңыз жақсы араластыңыздар. Осы сабақ араласуымыз бойынша өзімізге бір шапалақпен қошеметтеуді жіберейік. Тамаша, сау болыңыздар.